Саясаттағы шешімді шалбар немесе юбка шешпейді. Заңның күші болмайды ғой. Неге болмайды? Халықты алдау сияқты менің ойымша. Өлімші етіп сабаумен, шапалақпен тартып берудің ара жігі болмау керек. Түсінікті. Зорлық, зомбылық, ұрып соғу бұған дейін, ұрып соғу деген бізде бап жоқ. Ертең қызым келін болып барған кезде, немесе тұрмысқа шыққан кезде патриархалдық озбырлықты көргенін қаламаймын. Мұнай компанияларында жиі-жиі ереуілдер, жиі-жиі митингтер болып тұрады. Мысалы 80 мың айлық алатын кітапханашыларымыз бар, 85 мың айлық алатын. Немесе 7500 мектепте 150 мыңға пол жуатын апайларымыз бар. Біз өте кедей елміз деген сөз ғой. Келісесіз ғой оған, Жұмыс жасап жүрген кедейшілік ұғымының бар екендігін мойындауымыз қажет деген ойдамын. Зияткерлік мектепті оқуды тамамдап шетелге кеткен балалар өте көп. Біз өзіміздің қаражатымызға шетелге кадрлық резерв дайындауды тоқтатуымыз қажет. Бірінші президент Назарбаевтың жеке меншік қаражатына салынған емес қой. Бұл жалпы сізбен біз 20 миллион қазақтың қаражатына салынған және жұмыс жасап жатқан білім беру ұйымдары. Армысыздар, бұл Абай Лайф YouTube арнасы. Мен Абай Сейфулла. Арнаға жазылып, пікір білдіріп отыруды ұмытпаңыз. Бүгінгі біздің қонағымыз парламент мәжілісінің депутаты Жұлдыз Досбергенқызы Сүлейменова. Жұлдыз ханым, қош келдіңіз. Саламатсыздар. Сіз алдыңға шақырылымда депутат болдыңыз. Қанша уақыт болдыңыз? 2 жыл. 2 жыл болдыңыз. Одан кейін 2023 жыл наурызда сайлаудан кейін Аманат партиясының тізімімен тағы да өттіңіз, өмір бойы білім саласында жұмыс істеп келе жатырсыз. 10 жылға жуық Назарбаев зияткерлік мектептері жүйесінде жұмыс істедіңіз. Басқа да мекемелерде. Маған өзіме жеке қызық. Сізге қандай үлкен еңбектеріңіз үшін партия сенім артады деп ойлайсыз? Көптен көп рахмет. Негізі мен 10 жыл емес, одан көбірек 20 жылға жуық білім саласында қызмет еттім. Оның ішінде жоғары білім, сонымен қатар орта білім мектеп, 159 мектепте қатардағы мұғалімнен бастадым. Сосын 10 жылға жуық зияткерлік мектептердің инновациялық мектептер желісінде жұмыс жасадым. Ол жерде де қатардағы менеджердан бастап Алматы қаласындағы физика-математикалық бағыттағы зияткерлік мектептің директорына дейінгі жол жүріп өттім. Бұл жерде бірнеше факторлар әсер етті деп ойлаймын. Сондықтан да ең бірінші енді білім саласына қатысты, екінші жалпы әйел депутат, әйел саясаткер ретіндегі мәселе өзекті болды. Сонымен қатар, жаңа сіз өзіңіз айттыңыз, 7-ші шақырылымда біраз жалғыз басты аналар, асыраушысынан айырылған отбасылар, сонымен қатар көп балалы аналар, мүгедектігі бар балаларды өсіріп отырған отбасылар мәселесінде біз әлеуметтік кодексті талқылаған кезде, сол кезде біраз пікірлеріміз, ұсыныстарымыз халық тарапынан талқылау кезінде қолдау тапты. Кейін біз оны министрліктерге, үкіметке ұсынған болатын. Сондықтан да енді бағаны партиядан сұрау керек, бірақ жеке өзім халықтың бел ортасынан шыққаннан кейін халықтың мәселесін, сонымен қатар осы әйелдердің мәселесін жалпы көтеріп, соның шешілуіне атсалысып жүрмін, соған еңбек ете беремін. Бізде мәжілісте әйелдерге деген квота бар ғой? Бүгінгі таңда 8-ші шақырылымда жаңа конституциялық реформалардан кейінгі сайлау заңнамасы өзгерді. Соның ішінде жастар, әйелдер және мүгедектігі бар азаматтар үшін 30% квота бекітілді. Әйелдерге квота беру қаншалықты керек деп ойлайсыз? Барлығымыз әйел мен ер тең болсын деген заманда. Бізде конституцияның 33-ші бабында жынысына, нәсіліне, ұлтына байланыссыз жалпы әр азамат, осы елдің азаматы сайлануға, сонымен қатар сайлауға хақы бар. Бірақ дегенмен бүгінгі таңда енді әйелдердің саяси белсенділігі туралы айтатын болсақ, біз биыл 1 мандатты округтарда сайлау болды, 29 сайлау 1 мандатты округтар айқындалды. Сол жерде небәрі 2 әйел ғана жеңіске жетті. Менің ойымша, жалпы саяси шешімдерді қабылдауда әйелдердің қатысымын, әйелдердің ықпалын кеңейтуге байланысты бірқатар зерттеулер жүргізілуі қажет. Жалпы әйел саясаткерді қабылдауы, әйелдердің саяси біліктілігіне қатысты, сонымен қатар саясатқа араласқан әйелдің белсенділігіне байланысты менің ойымша әлде де жасалатын жұмыстар өте көп. Бұл жерде тек қана саясат квотасында емес, жалпы экономиканың кіріс бағытындағы үлкен компаниялар бар, мұнай компаниялары, самұрық қазына секілді біздің квазимемлекеттік сектор субъектілеріндегі басшылыққа келетін болсақ, жалпы әйел басшылықтардың саны, үлес салмағы өте аз. Бірақ егер жалпы әйелдердің мемлекеттік қызметтегі басқа саладағы үлесіне келетін болсақ, онда үлесі көп.
яғни шешім қабылдауда әйелдердің санының аз болуы бүгінгі таңда ойланатын мәселе. Сондықтан да менің ойымша жалпы әйел немесе еркек болған үшін саясатқа келу қажет емес. Саясаттағы шешімді шалбар немесе юбка шешпейді. Бұл жердегі мәселе әйел ретінде өзінің алған міндеттемелерін сапалы орындауда. Дәл сол секілді ер азаматтар да жалпы өздерінің алған міндеттемелерін сапалы орындауда деп ойлаймын. Рахмет. Енді өткен жылда алсақ, наурыз айынан бері депутатсыз ғой, 2023. Бірнеше қазір әлеуметтік комитетте мүшесіз, Аймағамбетов басқаратын. Бірнеше заңдарға ұсыныстар бердіңіздер, өздеріңіздің қарауларыңызда заң жобалары бар. Сіздердің комитетте сіз ұсыныс берген қандай түзетулер сіз нақты міне деп атап өте аласыз өткен жылға? Енді бір қысқаша қорытынды берсек. Тек қана 2023 жыл бойынша есеп беретін болсақ, мен негізі 2 заң жобасының жұмыс тобының жұмыс жетекшісі болдым. Оның ішінде қоғамдық бақылау туралы, петиция туралы заң жобасы жұмыс тобының жетекшісі болдым. Сонымен қатар кәсіби біліктілік туралы заң қабылданды, сол заңның да жұмыс тобының жетекшісі болдым. Бұдан бөлек біз бірнеше депутаттар, оның ішінде комитет төрағасы Асхат Қанатұлы Аймағамбетовпен бірлесіп, бас аяғы 7 заңға бастамашылдық көтердік. Оның ішінде әйелдердің қауіпсіздігі, балалардың қауіпсіздігіне байланысты заң жобасы, бұл 2 заң болды. Сонымен қатар кітапханашылардың мәртебесі, кітапхана жұмысының жаңа мазмұны. Бұл заң бірінші қайтып келгеннен кейін біз білім және мәдениет туралы заң жобасына түзетулер енгізу деп 3-ші заң жобасын жаздық. Бұдан бөлек бізде қазір Сенатта қаралып жатқан білім және тәлімгерлік мәселелері жөніндегі заң жобасына бастамашылдық еттік. Қазір ол мәжілісте қабылданып, Сенатта талқылау үстінде. Сондықтан да 7 заң. Енді бұл жерде біздің жалпы халыққа барып кездесетініміз бар. Өңірлерді аралаған кезде шешетін мәселелеріміз бар. Заңнамалық органның, яғни заң шығарушы органның өкілі болғандықтан, әрине мәселелердің заң аясында шешілуіне атсалысу. Мысалы, біз тәлімгерлік мәселелер жөніндегі заңға қандай түзетулер енгіздік деп айтатын болсақ, қазіргі таңда көп пәтерлі тұрғын үйлер соғылады. Соның қасында міндетті түрде әлеуметтік инфрақұрылымды міндеттеу нормасын енгізіп отырмыз. Бұл жерде мектеп, аурухана, балабақша, яғни көп пәтерлі тұрғын үй салатын құрылыс компаниясы, сол компания жер телімін алмастан бұрын, яғни осы мектеп, аурухана, балабақшаға ПСД-сы міндеттелуі қажет. Біз негізі ол жерге ЦОН-ды да қосқанбыз, яғни халыққа қызмет көрсету орталықтарын, бірақ үкімет тарапынан бұл қолдау таппады. Сондықтан да осындай мәселе. Екінші мәселе, біз көп пәтерлі тұрғын үйлердің жалпы терезесінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету механизмдерін міндеттеу мәселесін қойдық. Бұл үлкен талқылауға түскен. Сонымен қатар енді халық тарапынан қолдау тапқан, үкімет тарапынан үлкен талқыға түскен норма болды. Бірақ бүгінгі таңда соңғы 3 жылда жалпы терезелердің жақтауынан балалардың құлап кету фактісі өте көп орын алып жатыр. Сондықтан да жалпы көп пәтерлі тұрғын үй салған кезде құрылыс компаниялары балалардың қауіпсіздігін ойлауы қажет деген ойдамыз. 3-ші мәселе, енді қазір біз Сенатта үлкен бір талқыға түсіп жатқан норма, бұл смартфондарды мектептерде пайдалануды реттеу, соны реформалау. Соған байланысты жалпы біз қазіргі таңда білім беру ұйымдары, яғни сабақ барысында смартфонды пайдаланбауға байланысты негізгі ережелер қабылдайды деген норманы енгізіп отырмыз. Бұл не үшін қажет? Бұл балаларымыздың менталды, психологиялық, сонымен қатар эмоционалды денсаулығын реттеу үшін, және смартфонның экрандық қарау уақыты деген нақты санитарлық уақыт белгіленген. Оның ішінде Скандинавия мемлекеттерінде бізде осы норманы алып келіп, жалпы алғашқы былай қарағанда реттеу нормасы ретінде енгізбекшіміз. Алдағы уақытта ата-аналар тарапынан да балалардың қарайтын контентіне байланысты, сонымен қатар жалпы балалардың сабақты дұрыс түсінуіне байланысты алаңдамау үшін бұл норма қажет деген ойдамыз. Петиция туралы заңда сіз жетекші болдыңыз, иә? Неге осы заңның шын мәнінде күші жоқ? Себебі біз қол қоямыз ғой, петицияға. Ол заң қол қойылды. Ол заңның енгізілуі наурыз айынан басталады. Бүгінгі таңдағы петициялар, сіз айтып отырған петициялар. Наурыз айында қол қойылатын петиция туралы заңның күші болмайды ғой.
Неге болмайды? Халықты алдау сияқты менің ойымша. Ертең 100 мың адам қол қояды, басшылық, мемлекет басшылығы қарайды, жоқ, халықтың пікірімен келіспейміз деп шешімді өздері қабылдайды соңында бәрібір де. Жоқ, бұндай бір жағынан пессимистік, екінші жағынан объективті қарағанда солай ғой. Бұл енді бұл петицияға байланысты, бұл халықты алдау емес, бұл жалпы халықтың үніне құлақ асатын үкімет тұжырымдамасын орындау. Біріншіден, петицияға қатысты біраз талқы болды. Ең бірінші тек қана петиция, онлайн петиция болады деп, үкімет тарапынан мәжіліске енген кезде тек қана онлайн петициялар болады деп келген. Бірақ мәжіліс депутаттарының нақты күрескерлігінің аясында онлайн емес, жалпы мына 1600-ден астам интернеті жоқ жерлердегі азаматтардың құқығын сақтау үшін жазбаша да петицияны қабылдау мәселесі. Сонымен қатар ол қабылдаған кезде қараудың уақытын қысқарту және алғашқы енгізілгенге дейінгі адамның санын шектеу. Басында мен ұмытпасам 50 адам болған, одан да азайтылу секілді біраз халыққа жұмыс жасайтындай мәселе қарастырылды. Ең басында көп талқыға түскен петицияны кім қарайды? Парламент қарай ма, немесе үкімет қарай ма деген мәселе болды. Және үкімет тарапынан бұны парламент қараса екен дегенде ұсыныстар болмады емес болды. Өзіңіз секілді біраз журналистер маған бұл сұрақтарды қойған. Бірақ бүгінгі таңда біздің мемлекеттің басқару жүйесіне байланысты барлық құзыреттіліктер үкіметте, орталық мемлекеттік органда және жергілікті әкімдікте болғандықтан, сонымен қатар халықтан келіп түскен сұрақтардың 70% бұл жалпы әкімдіктер мен орталық мемлекеттік органдардың құзыретіндегі сұрақ болғандықтан, бүгінгі таңда петицияны қарау жалпы заңмен белгіленген мәселеде үкімет қарайды. Бірақ дегенмен бұл орында тұрып қалатын заң емес, алдағы уақытта өзгерістерге де ұшырайды. Бір жарым жыл көлемінде бұл заңға біз тағы да қайтып келеміз деген ойдамын. Бірақ менің ойымша, біз қоғамдық бақылау туралы жалпы енді бұл заң өте бір халық күткен заң деп білемін. Неге? Біріншіден, біз квазимемлекеттік сектор субъектілеріне, мемлекеттік органдарға, сонымен қатар мемлекеттік органдардың құзыретін атқаратын мемлекеттік мекемелерге жалпы қоғамдық бақылау енгізетін болды. Қоғамдық бақылау бұл 3 формада енгізіледі. Бұл қоғамдық экспертиза, қоғамдық мониторинг, қоғамдық тыңдаулар өткізу. Соның аясында менің ойымша біраз мәселені қарауға халықтың жалпы мүмкіндік алатындығын атап өткіміз келеді. Және осы заңның аясында мына ұлан, кадет және әскери борышын өтеп жүрген азаматтардың туған ата-аналары және туысқандары өздері әскери бөлімшелерге барып, өздерінің балаларының қандай тамақ тұтынып жатқандығын, қай жерде тұрып жатқандығын, жалпы олардың білім беру бағдарламалары қай деңгейде секілді нақты көре алатын норманы ұсындық, енгіздік. Себебі көптеген аналарымыз, оның ішінде балалардың әскерге барып, жарым-жар болып қайтып келуі, немесе олардың қайтыс болуына байланысты көп резонансты оқиғаларда біз қоғамдық бақылау енгізгіміз келді, және осы заң осындай бір прогрессивті нормалар болды. Менің ойымша петиция енді бұл алғашқы қоғамның жалпы билікке, мемлекеттік билікке араласуының алғашқы формасы. Өзіңіздің көңіліңіз толған жоқ қой, менің өзімнің көңілім толады. Неге? Өйткені ең басындағы кірген кездегі заңның жобасының нұсқасынан қол қойылған заңның жобасының нұсқасы әлдеқайда прогрессивті, әлдеқайда халықтың мүддесіне, халықтың игілігіне жұмыс жасайтын заң. Түгелінде халықтың мәселесі шешпейді ғой. Неге шешпейді? Үкімет ертең жылу біз мысалы экология мәселесін салмаймыз дейміз, бір қалада. Содан халық салмасын деп қол қояды, содан кейін үкімет қарайды да, жоқ, шын мәнінде салу керек екен деп шешімді бәрібір өзі қабылдайды. Митинг сияқты ғой. Әкімдік рұқсат береді, бермейді. Жоқ, бұл жерде сіз оны шатастырмаңыз. Соңғы тетік үкіметтің қолында ғой, халықтың емес. Сіз оны шатастырмаңыз. Солай ғой, үкімет шешім қабылдайды соңында. Бұл жерде неге байланысты? Референдум өткізуге байланысты. Сонымен қатар петиция жазбайтын 16 тақырып бар. 16 тақырыптың ішінде сіз айтып отырған мәселе де бар. Сондықтан да бұл жерде халық шатастыруға болмайды. Бірінші заңды оқу керек. Петиция кез келген мәселеде өздерінің қандай ойлары бар, өзінің ауылы, ауданы, сол кентке қатысты мәселені көтеруге мүмкіндік беретін және халықтың үнін қосу негізгі формасы. Біз үшін бұл алғашқы мәселе, бұл алғашқы былай қарағанда тәжірибе. Сондықтан да бұл 100 жылдаған Бундестаг секілді тәжірибесі бар мемлекеттер бар. Біз барлық халықаралық тәжірибені де сараладық. Сондықтан да бұл жерде халыққа шорт кесіп айтудың қажеті жоқ. Тек қана енгізілетін наурыз айында. Сондықтан да біз
қазір көріп жатырмыз. Наурыз қазіргідегі петицияларды қарайтын болсақ, әрине әртүрлі петициялар бар. Оның ішінде зорлық-зомбылыққа байланысты петицияда біз халықтың үнін көрдік. Сондықтан да менің ойымша мемлекет бұл мәселелерді өзі қарап отыр және бұл мәселелерді реттеудің негізгі тетіктерін өзі шын мәнінде халықтың игілігі үшін нақты тәжірибені енгізіп отыр. Жақсы, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа келгенде биыл шын мәнінде бұл мәселе қатты көтеріліп жатыр ғой. Бишімбаев оқиғасы болды. Оған дейін де сіздер бұл мәселені күн тәртібіне қойдыңыздар ғой. Енді сіз әйел адам ретінде сіз үшін бұл мәселе көбірек түсінікті деп мен ойлаймын. Келесі жылы осы биылғы жылы ғой. Қандай нақты тетіктер сіз ұсынып отырсыз? Сіз жаңа өзіңіз әйел адам ретінде деп астын сызып айтқаннан кейін, негізі біздің тарихымызда бұл мәселенің орны ерекше. Алаш зиялыларының өзі жалпы мемлекет дамушы мемлекет болу үшін өздерінің ең алғашқы концепцияларының өзінде мына қасіретті әйелдің рөлін жөндеуге байланысты өздері ұсыныс айтқан, әйелдің теңдігіне байланысты да жалпы алаш зиялыларының байқау жариялаған романдарының барлығы осы әйел теңдігі, патриархалдық озбырлыққа қарсы тақырыптарды талқылануының өзі жалпы бұл тақырыптың біздің қоғамда, біздің тарихта, біздің әлеуметтік жүйедегі орнын көрсетеді. Үлкен мәселе әрине біз бұл резонансты оқиғаға дейін қыркүйекте мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жалпы бірлескен палата отырысында бұл тапсырманы берген. Зорлық-зомбылықты жалпы қылмысқа дейін көтеру, соған қатысты жазаны күшейту. Сондықтан да біз бірнеше депутаттар, оның ішінде Асхат Қанатұлы Аймағамбетов, Елнұр Бейсенбаев, Нартай Аралбайұлы, сенатор Ақмарал Әлназарова және мен өзіміз 5 депутат бұл заңға бастамашылдық еттік. Бұл заңның негізгі новеллалары қандай? Жалпы зорлық-зомбылықты қылмыс деп тану, соған қатысты қылмыстық жазаны күшейту. Бұл бірінші. Екінші, ұрып-соғу деген бапты енгізу және оны да қылмыс деп тану. Үшінші, бұл педофилияға байланысты педофилдарды жалпы өмір бақи бас бостандығынан айыру. Сонымен қатар, егер жазасын өтеп шыққан педофилдерді өмірінің аяғына дейін құқық қорғау органдарының бақылауында ұстау. Және үлкен мәселе бұл бүгінгі таңда бізде зорлық-зомбылыққа ұшыраған әйел мен баласы бұл кризистік орталықтарға кетеді. Біздің ойымызша бұл қазіргі таңда керісінше болу керек. Яғни жәбір көрсетуші кету керек, үйде баламен жаңағы жәбірленуші қалу керек. Біз осы норманы енгіздік. Үлкен норма бұл экономикалық зорлық-зомбылықты көрсету, яғни алимент төлемегендерді жұмыс берушілер тарапынан, егер жұмыс беруші алимент төлемей жүрген азаматты өзі жасыратын болса, онда жұмыс берушіге де қазіргі таңда жаза қаталданатын болады. Әкімшілік жазаға дейінгі деңгейде қарастырылды. Сонымен қатар осы заң жобасының аясында бізде харассмент ұғымы былай көрсетілмеген. Қазіргі таңда сталкинг, харассмент ұғымдар айтылып жатыр, бірақ дегенмен егер қарайтын болсақ, азаматтық әкімшілік құқық бұзушылық заң жобасының 449 бабында жалпы қоғамдық жерлерде домогательство деп көрсетіледі. Біз ол бапты кеңейтіп отырмыз. Жұмыс орнында психологиялық, сексуалдық сондай харассмент шаралары және қазіргі таңда үкімет тарапынан осы сталкинг пен харассментқа байланысты бөлек заң жобалар келе жатыр. Бұл нені көрсетеді? Бұл бүгінгі таңдағы әйелдің құқығын қорғау, балалардың қауіпсіздігін сақтау мәселесі үкімет тарапында да тұрақты бақылауында екендігі және осы мәселеге біз бәріміз қоғам болып жіті назар аударуымыз қажеттігінде. Сондықтан да біз бұл заң жобасына байланысты мен енді депутаттық сауал арнадым. Сонымен қатар бұл заң жобасын біз үкіметке қыркүйек айында жолдап, сол жерде біз басында қолдау таппадық. Өйткені негізі көптеген азаматтар, оның ішінде ер азаматтар жалпы зорлық-зомбылықты қылмыс қылып тану, ол қаншалықты проблеманы шешеді деген ойлары бар. Осыған қарсы үкіметтің өзінде абьюзерлер отыр деген сөз ба сонда? Енді бұған қатысты баға бере алмаймын, ол абьюзер отыр емес деп, бірақ негізі бір мәселені атап өту қажет. Жалпы әділет министрлігі жанында үлкен ведомствоаралық комиссияның отырысы болды. Сол комиссияның отырысында жалпы бірден қылмыс деп танитын болсақ, онда болашағы қалай болады азаматтардың? Бәлкім оны бірінші әкімшілік жаза беріп, екінші оны уголовный проступок деп қарап, үшіншіде ғана қылмыстық жаза деп қарастыратын болсақ деген ой айтылды. Бәлкім ол ой сол кезде
басқа да азаматтар тарапынан қолдау табуының да негізі өзінің объектив себептері бар деп ойлаймын. Бірақ қазіргі таңда біз осы заңды күтіп отырмыз. Заң қазір мәжіліске қабылдануы қажет. Сондықтан да жұмыс тобы құрылады. Бұл мәселе енді заңды біз ұсынып талқылаған кезде резонансты оқиға әлі болмаған болатын. Сондықтан да қоғамдағы резонансты оқиғалар, жалпы қоғамның бүгінгі таңда мына криминализацияға сұранысы жоғары екендігін атап өту қажет. Сондықтан да жұмыс тобы ашық болады. Жұмыс тобының жетекшісі ретінде мен қазіргі таңда өзім болам деп талқылап отырмыз. Сондықтан да жұмыс тобында бұл мәселе бәрі ашық талқыланады. Үлкен мәселе осы отбасылық зорлық-зомбылық жанжалдар орын алған кезде біз балаларды көп жағдайда ұмытып кетеміз. Балалар да үлкен стресс алады, балалар да үлкен травма алады. Кейін көптеген зерттеуді қарайтын болсақ, осы травмалар баланың буллингке түсуіне немесе өзі буллинг жасауына итермелейді. Сондықтан да біз қазіргі таңда мына психологиялық қызмет туралы және психологиялық қолдау туралы заң жобасына бастамашылдық көтеріп жатырмыз. Бұл психологиялық қызметті жетілдіру, сонымен қатар психологиялық қызметті лицензиялау мәселесіне алып келеді. Енді бұл да үлкен тақырыпты қамтиды, өйткені қоғамда қазір коучтер көбейді. Қоғамда да бізде психологтар көбейді. Сондықтан да бұл мәселені бәрі рет-ретімен шешуіміз қажет, және бұл бір-бірімен былай қарағанда байланысқан мәселелер. Сонымен қатар біз қазір көбінесе айтамыз, білім беру саласында психологиялық қызмет қажет деп. Бірақ көптеген мемлекеттердің тәжірибесін қарасақ, кез келген жұмыс берушінің психологиялық қызметі болу керек. Біздің өзімізде де мұнай компанияларында психологиялық қызмет бар мекемелер бар екен. Яғни біздің ойымызша мына психологиялық қызмет туралы заң жобасы, заңның тұжырымдамасы кез келген ұйымда психологиялық қызмет болуы қажет, және азаматтар өзінің психологиялық бір дағдарыстарын, травма, стресстерін кәсіби лицензиясы бар профессионал психологқа барып жүгініп, содан шешу қажет деп ойлаймыз. Тұрмыстық зорлық-зомбылық тақырыбын түйіндеп тастайықшы. Жақсы, жаңа үкімет өкілдері болды, қарсы болған дедіңіз ғой заң жобасына. Сіз өзіңіз осыған реакцияңыз болды ма? Таңғалдыңыз ба? Неге қарсы болады деген мәселе, әлде дұрыс қарадыңыз ба? Таңғалу, дұрыс қарау деген мәселе жоқ. Жалпы біз заңды талқылаған кезде ол жерде аргументтерге қараймыз. Әрбір заңның бабынан бөлек сол заңның құқықтық нормаларының жүзеге асырылуы өзекті. Жаңағы қылмыс деп тану деген мәселе бар ғой, тағы бөлін. Енді мысалы үшін ұрып соғу деген түсінікті енгіздіңіздер делік. Ұрып соғу немен өлшенеді? Қандай жарақат салумен, оның барлығы жазылу керек қой. Шапалақпен тартып жіберу деген сияқты, немесе өлімші етіп ұру, Бишімбаев оқиғасы сияқты. Бұл өте жіті қарайтын мәселе ғой. Осы жағынан сіздер қалай ара-жігін ажыраттыңыздар, әлде тек қана арыз беруге қатысты ма? Енді бұл шын мәнінде де өте детальді қарайтын мәселе ғой. Жалпы сіздің бар сұрақ қоюыңыздың мәнері қызықты. Мысалы, шапалақпен тартып жіберу, ол да ұрып соғу. Ұрып соғу жатады ғой, әрине. Неге? Біріншіден былай қылу керек. Жоқ, мәселе аргумент ретінде қарайтын болсақ, 2020 жылдан бастап мемлекетімізде зорлық-зомбылықты жазаны күшейтуге байланысты әкімшілік қылмыстық кодекстарға бірқатар өзгерістер енгізілді. Қазіргі таңда егер арыз берушінің арызынсыз-ақ та видео айғақтар, немесе көршілердің айғақтары бойынша қылмыстық іс қозғау қазірдің өзінде өзгеріс енгізілді. Сонымен қатар, егер бір мәрте соттың алдында татуласқан болса тараптар, онда екінші, үшінші мәрте татуласуға жол берілмейді. Және үшінші мәселе, бізде пилоттық жүйеде бірқатар өңірлерде әйел полицейлер қызметі жүзеге асырыла бастады. Бұл нені көрсетеді? Бұл жалпы жәбірленуші немесе зорлық-зомбылық көрген әйелдерге келіп өзінің құқығын қорғауға байланысты. Негізі уәж ретінде айтылған кезде бізде бастапқыда осындай мәселелер кезең-кезеңмен жүзеге асырылып келе жатқандығы, және біздің қоғамда осы зорлық-зомбылыққа мүлдем қабылдамау туралы, ол шапалақпен жай ғана айта салуға болмайды. Зорлық-зомбылыққа жалпы абсолютті негізде мүлдем қабылдамау және оған төзбеу мәдениетін қалыптастыру қажеттігі туралы айтылды. Сондықтан да біз оған келіскен жоқпыз. Біз қайтадан да уәждерімізді дайындап, қайтадан жолдай бастады. Сондықтан да әрине қазіргі таңдағы мен енді үкіметтен келген
заң жобасын әлі көрген жоқпын. Заң жобасы қазір қызмет жұмысқа алыну керек, сол кезде айқын болады. Бірақ дегенмен зорлық зомбылық ол криминализацияға өтуі бұл менің азаматтық ұстанымым. Неге? Жаңа сіз айтқандай өлімші етіп сабаумен, шапалақпен тартып жіберудің ара жігі болмау керек. Зорлық зомбылық, ұрып соғу бұған дейін, ұрып соғу деген бізде бап жоқ. Ұрып соғу деген кәдімгі ол зорлық зомбылықтың белгілі бір факторы екендігі заңмен және қылмыстық кодекспен белгіленуі қажет деген ойдамын. Егер заңда осындай қатаң жазалар болатын болса, онда кез келген адам осындай қол көтеруді тыяды. Яғни азаматтық енді негізде қандай да бір жанжалдық, азаматтық, адами тұрғыдан шешуге бел байлайтын болады. Және қосымша айтып отырмын ғой, психологиялық қызмет туралы заңды біз бастаймыз, өйткені екеуі қатар жүру керек. Біз психологтарға жүгіну, өзіміздің травмаларымызды немесе стресстарды психолог арқылы шешу, соған жүгіну мәселесін қолға алу қажет деп ойлаймыз. Түсінікті. Енді бұл жерде мен де позиция білдіруге құқым бар деп ойлаймын. Шын мәнінде зорлық зомбылықтың, әйелге қол көтерудің кез келген түріне мен мысалы үшін абсолютті түрде қарсымын. Мен жаңағы сізден пікір сұрап отырғаным, қоғамда бұл отбасының өзіндік мәселесі неге мемлекет араласады деген сияқты бір дайын емес азаматтар өте көп екенін барлығымыз бірақ білеміз, Енді бұл тәрбиенің мәселесі ғой, бұл мектептен бастап, балабақшадан бастап әрбір ер балаға тәрбие берудің, үйге келген кезде келінді қолдап қолпаштаудың қандай да бір мәдениетін қалыптастыруымыз қажет деген ойдамыз. Белгілі бір кезеңде әйелдің теңдігі, әйелдің экономикалық тәуелсіздігі мәселесі орын алды. Қазіргі таңда біз бұны кешенді түрде қарастыруымыз қажет. Бірінші, жұмыссыз әйелдеріміздің жалпы жұмыс табуына, экономикалық мүмкіндіктеріне жол қарастыру қажет деген ойдамыз. Бұл бір. Екінші, жалпы енді тәрбие жұмысында балаларымыздың әйелді сыйлауға, оның әйелді жалпы қыз баласын сыйлауға байланысты нақты бір тәрбиенің жүйелі шешімдері қажет деген ойдамыз. Үшінші мәселе, үлкен мәселе, бұл жерде енді қыздарымыз тұрмысқа шықпастан бұрын белгілі бір кәсіптің, белгілі бір жақсы білімнің, өзіне бір сенімділіктің факторларын иелену қажет деген ойдамыз. Бірақ қазір қарап отырсақ, бұл жалпы білімге, экономикалық тәуелсіздікке де қарамайтын дүние болып кетті. Ең бірінші мәселе ер азаматтың әйел азаматты сыйлауында. Біз нақты түсінуіміз қажет. Ешкім әйелді ұрып өлтіруге хақысы жоқ. Ұруға да хақысы жоқ. Ұруға да хақысы жоқ, ұрып өлтіруге де хақысы жоқ. Менің депутаттық сауалым дәл осылай айтылған. Өте бір менің ойымша өмірімдегі ауыр депутаттық сауалдардың бірі болды, бірақ әйелдердің жанайқайын жеткізу біздің негізгі міндетіміз деп ойлаймын. Өйткені патриархалдық озбырлық қоғамда бар. Патриархалдық, мысалы, өзінің әйелмен ажырасып, алимент төлемей кету біздің қоғамда бар. Біз басқа қоғамда алып қарайтын болсақ, ол тіпті олардың мәдениетіне де жатпайды. Өзінің баласына қаражат бермеу мәселесінде. Мысалы, біз былтыр отбасы банк жеңілдетілген 2% несиеден, тұрғын үй несиесінен толық емес отбасыларды алып тастады. Сол кезде мәжіліске әйелдер қауымы келді, толық емес отбасылардың. Соның ішінде ажырасып кеткендер, оның ішінде осындай тұрмыстық зорлық зомбылық көріп, ұрып соғудың кәдімгі көкесін көріп ажырасқан әйелдердің мен шын жанайқайын көрдім. Одан бөлек ол жерде асыраушысынан айырылған категория ол бөлек болды. Қазір біз асыраушысынан айырылған категорияны қолдау мәселесін мемлекет жақсы қолдап жатыр. Асыраушысынан айырылған кезде, мысалы, жұмыс жасап, ер азамат 250 мың айлық алып жүрсе, қазіргі таңда да оларға төленетін әлеуметтік төлем сол жұмыс жасаған кездегі алған айлығынан төмен болмайтын мәселелердің бәрін қарастырып берді. Бірақ дегенмен зорлық зомбылық көріп, ажырасып, алиментін ала алмай жүрген азаматтар, ол жерде өсіп келе жатқан балалардың психологиялық травмалары, стресс, солардың бәрімен біз кешенді жұмыс жасауымыз қажет деген ойдамын. Ең сайып келгенде бұл енді мысалы Ақбілек романын алайық, Бақыт Жамал алайық, Ұлпанды алайық, тіпті Қорғансыздың күнін алайық. Енді біздің тарихта, біздің әдебиетте бұған қатысты айтылған мәселе өте терең ғой. Тіпті Мұхтар Әуезовтің өзі айтады, егер сен ел боламын десең, бесігіңді түзе және
қасіретті әйелдің хәлін түзе дейді. Бұл да бекер емес. Яғни біз бұл мәселеге қазір түбегейлі бетбұрысты кезеңде тұрмыз, және оның шешімін қоғам болып жасақтауымыз қажет. Менің ойымша мына заңның үстемдігі, тәртіп қағидаты деген мәдениет енгізілу керек. Бұл қоғамның мәдениеті болуы қажет. Сонымен қатар бала бақшадан бастап тұрмысқа шыққан, үйленгенге дейінгі аралықтағы барлық отбасы құндылықтары, отбасы құрудың проблемалары, осы әйелдің, ердің, азаматтардың жауапкершілігі мәселесі тең кешенді негізде қарастыру керек. Біз той жасағанымызға мәз болмауымыз керек. Сол үйленген азаматтардың үй болып кетуіне және шын бақытты, шын бірінің бірін құқығын қорғайтын, қолдайтын отбасы болатынына сондай бір негіз жасауымыз қажет деген ойдамын. Біздің заңның, енді ол үлкен заң, 300-ден астам түзетулері бар. Ол заңның әрбір бабы осыған байланысты. Тұрмыстық зорлық-зомбылықта арыз бермей іс қозғау мәселесін айттыңыз ғой. Ол қазіргі бар. Бізде тағы бір мәселе бар ғой. Сіз енді оңтүстіктен келгенсіз ғой. Алып қашу деген мәселе бар. Ол жерде қыз арыз бермесе, полиция келе алмайды. Осыған қатысты сіздер мәселені неге көтермейсіздер? Бүгінгі таңда бұл бізде Артур Ластаев, адам құқықтары жөніндегі уәкіл, жаздың күні өзінің түзетулерін енгізді. Оның ішінде қызды алып қашу, бұл адам ұрлау бабымен теңестірілетін бапты ұсынды. Сондықтан да бұл бапты да біз кешенді түрде қарайтын боламыз. Толықтырыңызшы кішкене, мысал үшін енді мысал ретінде келтіріп тұрып, қалай болады? Негізі бұған дейін бізде дәстүрде алып қашу мәселесі болды. Бірақ мысалы мәдениет кіріп кеткен дүние ғой. Енді кіріп кеткен дүние деп айтуға келмейді. Мысалы менің өзімнің отбасым бізге бала кезден үйретті. Сен ешкім алып қашпайды, сен ешкімге алып қашып бармайсың деді. Бұл біздің тәрбие болды. Мен оңтүстіктің келіні болсам да, менің дәл осы ұстанымымды менің жолдасым қолдады. Сондықтан да оған біз басында бұл мәселеге біз нүкте қойғанбыз. Бірақ мен тіпті өзімнің ауылымда да алып қашу фактілерінің жалпы жақсы болмағандығын білем. Сондықтан да менің ойымша бұл адамның біріншіден құқығы мен бостандығын қадірлеу. Бұл біздің конституциялық негізгі басты баптарымыздың бірі. Біз қазір 21 ғасырда өмір сүреміз. Кезінде бәлкім қалмал болған кезде, тағы да басқа бір кезеңде алып қашу фактісі орын алған шығар. Зар заман ақындарының кезеңі ғой, әдебиетті алып қарайтын болсақ. Қазір біз 21 ғасырдамыз. Біз әділетті, нақты құқықтық мәдениет мемлекет құрғымыз келеді. Егер біз үйленетін болсақ, той жасамай-ақ та, тіпті қалың малдың да қазіргі таңда ешқандай рөлі жоқ. Сондықтан да той жасамай-ақ үй болып жатқан азаматтарды жақсы білемін. Немесе асыра той жасап, ажырасып кетіп жатқан азаматтарды білемін. Ең бастысы жалпы барып заңды некеге тұру. Сол заңды некесінің аясында отбасының құндылықтарын сақтай отырып, дұрыс адамды дүниеге әкеліп, бақытты өмір сүру. Біз осы қағидатты жалпы өзіміздің әрқайсымыздың шекарамызды сақтай отырып, бір бақытты болу деген дүниені насихаттауымыз қажет шығар. Қашан енді теңестіріледі адам ұрлауға? Бұл бап қазір ұсыныс ретінде ғой. Ол ұсыныс ретінде, ол менің ойымша қазіргі таңда бізде Үнзила Шапаққызы әкімшілік құқық бұзушылық туралы, сонымен қатар бір қатар заңнамаларға өзгеріс енгізу жұмыс тобының жетекшісі, сол жұмыс тобының аясында қарастырылып жатыр. Мен ол жұмыс тобының мүшесі емеспін, бірақ өзіміздің мына әйелдің құқығын қорғау және балалардың қауіпсіздігін сақтау заң жобасы аясында бұны қарастыруға бармын. Сіз толығымен қолдайсыз. Енді өзіңізде анасыз, отбасылы адамсыз айтып жатырмыз ғой. Сіздің үйде тұрмыстық деңгейдегі конфликтілер қалай шешіледі? Енді біріншіден әртүрлі кезеңдерден өттік. Бірінші ол бір-бірімізді мойындау кезеңі ғой. Біз тұрмыс болып құрғанымызға 15 жылдан астам уақыт өтті. Біз бірге оқыдық. Университет кезінен бір-біріміз жақсы танимыз. Сондықтан да менің ойымша біздің ата-аналарымыз бар, құдандаласқан. Олардың өзінің дәстүрлері бар, мысалы бір-біріне жамбас жіберіп тұру, бір үлкен бір құрметтің, сыйдың, құда, мыңжылдықтың белгілері бар, өзінің бір дәстүрлеріміз бар отбасымызда. Бірақ мен өзімнің жолдасыма көптен көп рахмет айтқым келеді. Мен енді көп өзім қыздардың тағдырын білем. Көптеген қазақ қыздарының қасіретті өмірін білем. Бірақ оның қасында менің жолдасым өте мәдениетті, өте білімді, бізді әйелден бөлек адам деп құрметтеп, бізге мүмкіндік беріп, саясатқа араласамыз десек, біздің қасымызда жүріп, жанкүйер болып, қолдау танытып жүрген, мен шын айтсам жолдасыма көптен көп ризашылығын білдіргім келеді. Бірақ ол тек қана менің өмірім жақсы, Құдайға шүкір,
менің отбасымдағы менің жолдасым осындай білімді болды деп қоғамдағы болып жатқан озбырлыққа үндемей қалуға болмайды. Өйткені біз осы қоғамда өмір сүріп отырмыз. Мен мысалы өзім қыз өсіріп отырмын. Ертең қызым келін болып барған кезде, немесе тұрмысқа шыққан кезде патриархалдық озбырлықты көргенін қаламаймын. Қазіргі таңда мен депутаттық сауалды жолдаған кезде бірінші болып ер азаматтар маған қолдау танытты. Кейін шығып мен айтамын, сіз неге қолдау таныттыңыз десем, менің 2 қызым тұрмыста. Олардың жағдайын ойлаған сайын мен шынымды айтсам кейде түн ұйқым қашады деген ойларды естідім. Яғни біз өзіміздің жағдайымыз жақсы болды деп басқаға үндемей қалмауға болмайды. Біріншіден қызымыз өсіп келе жатыр. Екіншіден сіңілдеріміз бар. Үшіншіден жалпы қоғамдағы проблема. Біз енді осы қоғамнан Марсқа, басқа жаққа ұшып кетпейміз. Осы жерде немере өсіреміз, бұйыртса шөберелі боламыз деп ойлаймын. Сондықтан да біздің қоғам шынайы мәдениетті, шынайы құқықтық қоғам болу үшін біз үн қатуымыз қажет. Сондықтан мен өзім солай ойлаймын. Жалпы депутаттық сауал жазғаннан кейін мен бірінші өзімнің жолдасыма оқыдым. Ол басында үндемей қалды. Бұл қалай болар екен? Патриархалдық озбырлық дегенің қалай, бұл шын дұрыс па деп өзі басында бірқатар сенімсіздік танытқаны рас. Бірақ кейін біраз өзі де саясаттанушы ретінде көп ақпараттарды аша отырып, зерделей отырып, бұл тақырыпқа дәл осылай үн қату дұрыс екен, дәл осылай айту қажет екен деп өзі де мені қолдады. Сондықтан да біз құқықтық білімді азамат ретінде, көзі ашық азамат ретінде әрине былай қарағанда конфликтілерді тез шешіп тастаймыз. Ондай бір конфликт те болмайды, шын айтқанда. Бір-бірімізге көзімізбен қарап, нені айтқымыз келіп отыр, соны түсініп отырамыз. Бірақ дегенмен енді қоғамдағы проблема ол ертең бізге келмейді деген сөз емес қой. Сондықтан да біз кешенді түрде қарауымыз қажет, ауқымды түрде қарауымыз қажет деп ойлаймын. Сізге қабылдауға осындай зорлық-зомбылық көрген әйелдер келеді, көбіне? Қабылдауға болғанда әртүрлі әйелдер келеді. Оның ішінде зорлық-зомбылық көрген, көп балалы отбасылар, оның ішінде мүгедек балаларды асырап отырған отбасылар көп енді. Бірақ әйелдер келеді. Біз үнемі әйелдермен кездесіп отырамыз. Бұдан бөлек біз Шымкентте де осындай әйелдерді барып, өзім кездесіп, олардың ойын, пікірін сұрағам, қандай көмек, қандай қолдау қажет, заңнамалық тұрғыдан қандай көмек қажет. Сондықтан біз жүйелі түрде олармен кездесіп тұрамыз, олармен сөйлесіп тұрамыз. Өзге тақырыпқа ауысайық, елдегі басқа да мәселелер қазір менің ойымша еңбек даулары тұрмыстық зорлық-зомбылықтан бөлек өте жиі көтеріледі. Әсіресе бұл дүниелер Маңғыстау облысынан батыстан басталады. Мұнай компанияларында жиі ереуілдер, жиі митингтер болып тұрады. Енді соңғысы қазір болып жатқан мәселе ол Маңғыстау облысындағы Вестел компаниясындағы дау. Бірнеше айдан бері жұмысшылар, мердігер компанияның жұмысшылары Қазмұнайгазға жұмысқа орналасуға мемлекетке өздерінің ұсыныстарын, талаптарын қойды. Енді қателеспесем, 2 алғашқы қойылған талаптар орындалған жоқ. Олар Қазмұнайгазға жұмысқа қабылдану керек деген талап орындалмады. Енді депутаттар да бұл мәселеге, Маңғыстау мәселесіне, мұнай компанияларындағы жұмысшылар мәселесіне араласу керек қой. Әлде бұл мәселе тек президенттің араласуымен шешіле ме? Негізі бұл мәселе депутаттар тарапынан, оның ішінде Мұсабаев Самат Базарбайұлы тарапынан 2022 жылдың, ұмытпасам, қазан айында депутаттық сауалында көтерілді. Депутаттық сауал жалпы жаңа өзеннің әлеуметтік экономикалық жағдайын жақсартуға байланысты айтылды. Соның ішінде осы мәселе 5-50 корпоративті бағдарламасының жалпы әлеуметтік қазіргі таңдағы жағдайына қатысты сұрақ көтерілді және үкіметтен жауап келді. Жалпы бұл мәселе тек қана менің ойымша біз қазіргі таңда еңбек нарығын қарайтын болсақ, Конституцияның 24-ші бабына сәйкес тең негізде барлық азаматтардың тең негізіндегі еңбек құқығын қарастыруымыз қажет. Ол тек қана мұнайшылар, немесе ол тек қана кітапханашылар болып бөлінбеуі қажет. Бұл барлық біздің таңда 20 миллион қазақстандық азамат болатын болсақ, соның 10 миллионы еңбекке жарамды дейтін болсақ, сол 10 миллионның жалпы еңбек құқықтары мен еңбек қатынастары қай деңгейде, соны тұтас, кешенді және тең негізде қарастыруымыз қажет. Статистикаға келетін болсақ, қазір 9-да 7 миллион адам еңбекке жарамды. Оның 7 миллионы былай қарағанда жалдамалы қызметкерлер. Сонымен қатар қалғаны ол өзін өзі қамтып жүргендер,
жұмыссыздардың саны 4,7% деп ресми статистика көрсетеді. Енді сіз айтып отырған Вестойл компаниясы ол маған таныс. Өйткені осы желтоқсан айының басында олар бізге келді. 8 депутат, соның ішінде 7 ер адам, жалғыз әйел адам маған өздерінің уәждерін, үндеулерін жолдап келді. Сол жерде мысалы бір мандатты округтан сайланған оппозициялық саналатын біздің Ермұрат Бапи ағаларымызбен олар нақты кездесті, ойларын айтты. Сіз дұрыс айтып отырсыз, олар 3 міндет қойып отыр. Бірінші міндеті ол Қазмұнайгаз компаниясының штатына алу. Екінші бұл Қазмұнайгаз компаниясының бірыңғай жалақы төлеу өзінің жүйесі бар екен. Соның аясында жалақы төлеу. Сонымен қатар үшінші негізі транспорттық бұл сервис компаниясы саналады. Сондықтан да транспорттық автобустарын бүкіл айдайтын өздерінің жаңағы транспорт техникаларын толыққанды жаңартуға байланысты өздерінің уәждерін айтып келді. Қазіргі таңда үкімет тарапынан не жасалып жатыр? Ермұрат Бапи біз үкіметте бұл мәселені талқылаған кезде энергетика министрі Сатқалиевке бұл тікелей сұрақ қойды. Сол тікелей сұраққа байланысты Сатқалиев өзінің уәжді жауабын берді. Оның ішінде бұл мәселе үкіметтің нақты бақылауында екендігі айтылды. Сонымен қатар мына транспорттық техниканы және транспорттық техника базасын жаңартуға байланысты Қазмұнайгаз жұмыс бастап кетті. 2024 жылы олар жаңадан үлкен база ашатын болды. Сонымен қатар қазіргі базасын күрделі жөндеуден өткізіп жатыр. Енді біз толыққанды тексергеннен кейін 317 техникасы бар екен. Соны біртіндеп жаңартуға байланысты лизингтік компаниялар мен инвестиция тарту мәселесін бастап кеткендігін, тіпті қазірдің өзінде 17 автобусты жаңартқандығы туралы бізге мәліметтер келді. Ал енді екі мәселеге қатысты, ол екі мәселе былай қарағанда неге орындалмайды деген сұрақ туындайды ғой. Бұл жерде олар біріншіден осыдан 2018 жылы 5/50 деген өздерінің корпоративті бағдарламасын қабылдаған Қазмұнайгаз. Соның аясында 5 жылдың айлығының 50%-ын бір мезетте алып, жұмыстан кету туралы келісімшартқа қол қойған. Келісімшарттарды да біз танысып оқыдық. Сол жерде біз жұмыс берушіге әрі қарай ешқандай міндет артпайтындығы туралы, сонымен қатар жұмыс берушімен екі тарап бір-біріне кінәрат артпайтындығы туралы айтылған. Яғни бұл нені көрсетеді? Келісімге өздері қол қойғаннан кейін екі тарапта келісімді орындау қажет. Егер Қазмұнайгаз қаражатын беріп, жаңадан жұмысқа тұруына қамтамасыз ететін болса, қаражатты алған екінші тарап сол өзі қол қойған келісімді де орындау қажет деген ойдамыз. Бұны кез келген заңгер, кез келген құқық қорғаушыдан сұрайтын болсаңыздар, осыны айтатын болады. Ал енді Қазмұнайгаз компаниясының бірыңғай жалақы жүйесін тағы да зерттеп қарадық. Ол жерде инфляцияға байланысты индексация жүргізіледі екен, 9%-ға дейін. Қазіргі таңда Вестойл компаниясы 7,5%-ға дейін өзінің индексациясын жүргізіп келе жатыр. Негізі бұл ереуіл бірінші рет емес, 2021 жылда ереуіл көтерілген. Сол жерде бұлардың айлықтары 200 мың болған. Сол айлықты көтеруге байланысты және барлық әлеуметтік төлемдерді Қазмұнайгаз компаниясының қызметкерлері секілді төлеуге қатысты нақты талап қойылған және ол талап орындалған. Бүгінгі таңдағы қаражат айлықтары 735 мың деп нақты бізге барлық пенсионный емес, енді бүкіл несін көрсетті. Бұл бір. Екінші, Қазмұнайгаз компаниясының азаматтарына міндетті төленетін 3 төлем бар екен. Ол 125 МРП бұл оздоровительный төленеді отпускнойларына. Сонымен қатар 50 МРП мұнайшы күніне және 50 МРП тәуелсіздік күніне премия төленеді. Бұны қазір Вестойл төлеп отыр. Қалғанына қатысты енді мен бұл жақ дұрыс емес деп айта алмаймын. Бірақ мен еңбек нарығына қатысты мына заң жобасын жүргізген кезде еңбек нарығын біраз зерттедім. Оның ішінде айлық жалақыны көтеруге байланысты да біраз мәселені зерделеп қарастырдым. Соның ішінде қазіргі таңда бізде зиянды еңбек жағдайларында еңбек ететін 600 мыңнан астам азаматтарымыз бар. Оның 50 мыңы шахтерлар. Біз шахтерлардың жағдайын енді ғана қарастыра бастадық. Биыл 2024 жылдан бастап, қаңтардан бастап 55 жасқа толған осындай ауыр зиянды жағдайларда еңбек етушілердің әлеуметтік төлем қарастырылатын болып отыр. Екінші, бізде мысалы көше сыпыратын, көшенің тазалығына жауап беретін үлкен Астана тазалық секілді компаниялардың қызметшілері бар. Олардың айлығы қолына алатын 130 мыңнан 170 мыңға дейінгі аралықты қамтиды. Олар қыстың боранында,
жаздың аптап ыстығында таңғы 7-тен кешкі 7-ге дейін көшені тазалап, осы біздің айналамыздың таза болуына жауап береді, соған еңбек етеді. Тағы үлкен бір категория бар, бұл 85 мың, яғни ең төменгі жалақы алатын азаматтар, олар қазіргі таңда 1 миллион 800 мың адам. Яғни барлығын тең негізде қарайтын болсақ, былай қарағанда, менің ойымша біз қазіргі таңда бір арандатушылыққа, басқа нәрселерге түсіп қалмауымыз керек. Мемлекет ереуілдерге байланысты, жалпы еңбек қатынастары мен еңбек құқығын қорғауға байланысты заңнаманы жетілдіре береді. Өйткені қазір кәсіподақ туралы заң жобасы енгізілді. Соның аясында да кәсіподақтың осы еңбек дауларын шешудегі тиімділігін нормалары қарастырылатын болады. Бірақ дегенмен, егер мүлдем жұмыссыз болатын болса, мысалы мұнайшылар, онда толыққанды көңіл бөліп, оларды толыққанды шешуге мысалы қарастыруға болатын еді. Қазіргі таңда, олар жекеменшік компанияда жұмыс жасап жатыр. Ал енді олар бір уәждерінде айтты, мысалы біз кеттік, қазіргі таңда Қазмұнайгазда орын босап жатыр, орынға басқа адамдарды алып жатыр. Босап жатқан орындар бар. Бірақ оған бүгінгі таңда Маңғыстау облысында жұмыссыздарды басымдықпен алу мәселесі ол негізгі болып тұр. Өйткені бізде қазіргі таңда 8 мыңнан астам жұмыссыздар, жалпы 400 мыңнан астам жұмыссыздарымыз тіркелген ғой, соның 8 мыңнан астам азамат ол Маңғыстау облысына. Соған қатысты әрине жұмыссыз жүрген азаматтардың әлеуметтік жағдайын қарастыру менің ойымша өзектірек. Сондықтан да мен енді бұл проблеманы толыққанды зерделеп зерттеген азамат ретінде өзім осылай ойлаймын. Сіз енді мұндай параллель келтіріп отырсыз ғой, қақаған қыста аязда 85 мың теңгеге көше сыпырып жүрген әйелдер бар, 100 мың теңгеге. Олардың да көтерілсе құқығы бар ғой, тек мұнайшылар емес деген параллель келтіріп отырсыз, солай емес пе? Неге тек Маңғыстауда 10 жылдан бері осындай мәселе тоқтамайды да, неге басқа жерде ондай мәселе азаматтар осындай ереуілдерде шықпайды? Неге Маңғыстау облысында бітпейді осы мәселе дау? Бұл енді жақында ғана бізде Евразиялық зерттеулер орталығы үлкен зерттеу жасады, кәсіподақтың еңбек дауларын шешудегі рөлі туралы. Сол жерде Алматы қаласының агломерациясы, сонымен қатар Маңғыстау облысы туралы біраз зерттеулер келтірілген. Сол жерде нақты уәжді жауаптары зерттеу негізінде дәлелмен келтірілген. Нәтижесі қандай болды? Нәтижесі келтірілген. Мен баға беруден аулақпын. Мен үшін 20 миллион, оның ішінде 10 миллион жұмыс жасайтын азаматтың бәрінің құқығы тең. Біз заң шығарушы орган ретінде олардың еңбек дауларын шешудегі еңбек заңнамасы жетілдіре түсуі қажет деген ойдамыз. Оның ішінде кәсіподақтың тиімді қызметін біз тағы да заңнамамен жетілдіруіміз қажет деген ойдамыз. Бірақ параллель келтіргенде бұдан да жағдайы мүшкілдеу азаматтарымыз бар. Сондықтан да барлығын бір негізде шешуіміз қажет. Мысалы 80 мың айлық алатын кітапханашыларымыз бар, 85 мың айлық алатын. Немесе 7500 мектепте 150 мыңға пол жуатын апайларымыз бар. Қазір мектептің білім беру ұйымдарымен кездескен сайын мектеп басшылығының бізге айтатын уәжі, біз жақын аралықта мектепімізді тазалайтын адам таппай қаламыз. Өйткені айлық жалақы өте төмен деген. Немесе мектепті басқарып жүрген әкімшілік қызметкерлердің айлығы да 170 мыңнан 230 мыңға дейінгі аралықты қамтиды. Олар тұтастай үлкен мектепке, соның материалдық жағдайына және ол жердегі білім алатын балалар мен сол жерде жұмыс жасайтын мұғалімдерге жауап береді. Олардың да жауапкершілігі өте зор. Сондықтан да бұл жерде қарайтын мәселе өте көп. Мен біреуді жақсы, біреуді жаман деп айтқым келмейді. Бірақ дегенмен біз объективті түрде аталы сөзге тоқтаған халықпыз ғой. Сондықтан менің ойымша Маңғаз Маңғыстаудың азаматтары жалпы аталы, өнегелі, салиқалы сөзге тоқтайды деген ойдамын. Жалпы мен ол кісілердің бұл мәселені толыққан түсініп отырғанды, заңның аясында өздерінің құқықтарын толыққан жетіп білетіндігіне сенімдімін. Сондықтан да қазіргі таңда бүкіл мәселені көріп түсінгеннен кейін өздері тоқтайды деген ойдамын. Жаңа сіз айттыңыз ғой, енді 1,8 миллион адам 85 мың теңге алады деп, Осы 85 мың теңгенің аясында министрлікте депутаттардың мен министрліктің арасында өте үлкен дискуссиялар болды. Неліктен 85 мың теңге, неге 200 мың теңге емес? Егер медианды жалақының жартысы болса, ол 150 мың теңге болу керек қой. Логикаға салсақ, заңға салсақ деп. Ал бізде оны көтеруге қауқарымыз жетпейді деп айтады екен.
осы мәселе қалай шешілмекші енді? Медианды жалақы бұл 204 мың теңге. Негізі бұл мәселенің шешімін біз біраз мәселе талқыладық. Бұл жердегі үлкен... 8 миллион деген аз емес, өте көп қой. Бұл жерде енді әртүрлі стратадағы азаматтар, әртүрлі өндіріс, әртүрлі ауыл шаруашылығы болсын, көптеген салаларды қамтиды. Оның ішінде ТЭЦ-те жұмыс жасайтын азаматтарымыз да бар. Мысалы, мен жаздың күні Алға қаласында болдым. Алғаның өзінің ТЭЦ-і бар. Сол ТЭЦ-те жұмыс жасайтын оператор 70 мың айлық алам деді. Ол стратегиялық былай қарағанда объект. Маңызды объект. Біз таңғалдық. Бірақ бұл жеке меншік объект. Сонымен қатар, егер айлықты көбейтуіміз үшін тарифті көбейту қажеттігін де айтылып жатыр. Бірақ бұған қатысты әрбір сала өзінің үкіметте комиссиясын құрып бұл шешімді бастап кетті. Мысалы, тек қана ТЭЦ-ке келейік. Бүгінгі таңда жалпы кадр тапшылығы қай салада деп сұрайтын болсаңыз, кадр тапшылығы энергетика саласында, оның ішінде жылу энергетика саласында кадр тапшылығы өте жоғары сезіледі. Неге? Өйткені бұл салаға оқуға түсу үшін мектептен жақсы оқып келу керек. Және бұған бөлінетін гранттың өзінің шектік балының өзі кәдімгі белгілі бір академиялық білімді, нақты дағдыларды және құзыреттіліктерді қажет етеді. Бұл бір. Екіншіден, 4 жыл оқудың өзі оңай емес. Өйткені бұл жерде жаратылыстану, математикалық бағыттағы пәндердің кешені оқытылады. Және бірінші жылы оқуды аяқтағаннан кейін осындай ТЭЦ-ке жұмысқа барған кездегі бірінші айлықтары 110 мың мен 150 мыңды қамтитын болғандықтан, алғашқы жылдары көптеген осы инженерлік мамандықтар, энергетика саласының инженерлік мамандықтары мұнай саласында мамандықтарға ауысып кетеді екен. Соған қатысты үкімет үлкен кешенді бағдарлама қабылдады. Біріншіден айлық жалақыны көбейтуге байланысты, сонымен қатар гранттардың санын көбейтуге байланысты жұмысты бастады. Биыл алла бұйыртса 24 жылдан бастап жайлап қанша ТЭЦ бар, сол ТЭЦ-ке кадр тапшылығы қанша, сол сұраныстың талдауларын жасап, сараптамалық және оған айлық жалақының көтеру мәселесін бастап кетті. Ал енді мына 1,8 миллионның енді бір шамасы осы ТЭЦ-та, энергетика саласында, сонымен қатар ауыл шаруашылық саласында, өнеркәсіп саласында мамандарға үкімет өзінің жұмыстарын бастап кетті. Біз сұрақ қойған кезеңде біз мәдениет саласының мамандары туралы айтқанбыз. Бұл туралы да Мәдениет министрлігі бөлек бөлініп шықты. Оған қатысты өздерінің қазіргі кешенді бағдарламаларын әзірлеп бастады. Енді бізді қазір алаңдатып отырған мәселе қандай болды? Дәл сол талқылау кезінде квази мемлекеттік сектор субъектілерінің, топ менеджерлерінің айлығының өте жоғары болуы. Кейбір зерттеулерде олардағы айлық жалақының басқа, жаңағы сіз айтқан ең төменгі жалақымен салыстырғандағы айырмашылығы үлкен болды. Сондықтан да бұны теңестіру үшін біз қоғамдық бақылау туралы заң жобасын енгіздік. Соның ішінде осы квази мемлекеттік сектор субъектілерінің айлық жалақысын тексеру шешімдеріне қатысты қоғамдық бақылау механизмін енгізіп отырмыз. Бұл нені көрсетеді? Бұрынғыдай жабық негізде өздеріне үлкен жалақы немесе үлкен премияны алып, мысалы самұрық қазына секілді компаниялар тобы өйтіп жасай алмайды. Яғни бүгінгі таңда қоғамдық бақылау мәселесі бар. Ал енді мемлекет тарапынан кешенді қандай мәселе десек, қазіргі таңда азаматтық қызметшілерге айлық жалақыны көтеруге байланысты және оны инфляцияға әсер етпеуіне байланысты комиссия құрылды. Мен өзім сол комиссияның мүшесімін. Алғашқы отырысымыз біздің ақпан айында болады. Соның аясында рет-ретімен енді энергетика саласы, өнеркәсіп саласы, ауыл шаруашылық саласына үкімет бастап кетті ғой. Мәдениет саласы, білім саласы, сол саладағы айлығы төмен азаматтық қызметшілердің айлық жалақысын көтеруге байланысты, үстемақылар, өтемақылар талқылауға байланысты комиссия отырысы болады. Сол жерде біз қарастыратын боламыз. 2 миллионға жуық адам 85 мың теңге күнелтеді. Одан бөлек мүлдем айлық алмайтын жұмыссыздар бар. Сонда қорытындыласақ, біз өте кедей елміз деген сөз ғой. Келісесіз ғой оған? Менің ойымша, бүгінгі таңда біз жұмыс жасап жүрген кедейшілік ұғымының бар екендігін мойындауымыз қажет деген ойдамын. Яғни работающая бедность, бұдан 2 жыл бұрында депутаттар осы ұғымды ұсынған әлеуметтік кодекстің аясында, бірақ үкімет тарапынан бұл ұғым әлеуметтік кодекстің аясында қарастырылмады. Яғни бұл ұғым қарастыратын болса, сол отбасыларында өсіп жатқан балаларға интеллектуалды дамуына, физикалық дамуына, кәсіби бағдарына, денсаулығын күтуге, соған қатысты кешенді кең ауқымда бір әлеуметтік бағдарламаларды қабылдауға мүмкіндік болатын еді. Бірақ бұған қарамастан мемлекет тарапында биыл бастауыш барлық сынып оқушыларына тегін ыстық тамақты қамтамасыз ету бағдарламасы қабылданды. Бұдан бөлек әлеуметтік аз қамсыздандырылған атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасыларға ол 11 сыныпқа дейін
тегін ыстық тамақпен қамтамасыз етілуі қарастырылып отыр. Тіпті жаңағы Вестойл компаниясының, Қазмұнайгаз компаниясы, осы Вестойл компаниясына Маңғыстауға қарасты азаматтардың балаларын жоғары оқу орнына түсуге қатысты кәсіби бағдарламасын 2023 жылы қабылдағандығын бізге есеп ретінде айтты. Бұл нені көрсетеді? Жалпы, бұл проблема бар. Бұл проблеманы шешу, ол тек қана қаржыны көбейтуден бөлек, жалпы сол жерде өсіп келе жатқан балалардың білімін, сапалы білім алуын, денсаулығын, сонымен қатар қоғамның тең мүшесі ретінде барлық мүмкіндіктерді қарастыратын бағдарламалар қабылдау. Қазіргі таңда ауыл мен қала мектептері арасындағы білімнің теңсіздіктерін жоюға байланысты үлкен бағдарламалар қабылданып жатыр. Жайлы мектеп бағдарламасы іске қосылады. Сондықтан да бұл кешенді проблема, және мемлекет бұл проблеманы біліп отыр. Мемлекет әлеуметтік кодекс аясында да, сонымен қатар мысалы алғашқы жұмыс орны, ұрпақтар келісім шарты деген көптеген жобаларды қабылдай бастады. Биылдың өзінде 408 мыңға жуық жаңа жұмыс орындары ашылды. Яғни бұл нені көрсетеді? Бұл проблема неден басталды? Бұл проблема кезінде ұзақ жылдар бойы бізде білім теңсіздігін мойындамағаннан, яғни еңбек нарығының сапасын қанағаттандырмайтын кадрлардың келуімен тікелей байланысты. Ол әрине проблеманың салдары. Сол салдарды шешуде мемлекет өздері бағдарлама қабылдап жатыр. Әрине ол 1 сағатта, 2 сағатта шешіп тастайтын мәселе емес. Мысалы 1 жылда, 2 жылда, бірақ жүйелі, кешенді, ауқымды шешімдердің аясында бұл проблемалар кезең-кезеңмен, рет-ретімен шешіледі деп ойлаймын. Білім саласына келейікші, жаңа енді азаматтардың білімі туралы айтып жатырмыз ғой. Сіз өзіңіз сөздің басында айттық, Назарбаев зияткерлік мектептері жүйесінде жұмыс істедіңіз, орталық аппаратында жұмыс істедіңіз, қателеспесем мектептің директоры да болдыңыз, Қай жақта болдыңыз? Алматы қаласында. Алматы қаласында. Қазір осы мектептердің әсіресе атына қатысты қоғамда бір екі жақты пікір бар. Бұл енді Назарбаевтың саяси сахнадан кетуіне байланысты болды ғой. Назарбаев университетінің атын алып қояйық, ништің атын ауыстыру керек деген сияқты әртүрлі. Ал бұл жерде менің ойымша акцентті олардың атауына емес, оларға бөлініп жатқан қаржыға, олардағы білім сапасына көбірек түсіруіміз керек сияқты. Енді сіз бірнеше рет сұхбат берген кезде осы Назарбаев мектептеріндегі бюджет туралы, олардың үкіметтен бірнеше бағыт бойынша қомақты қаржы алатыны туралы көп айтқансыз. Мен енді нақты цифрлар сұрағым келеді. Шын мәнінде Назарбаев мектептері үкіметтен жылына немесе болмаса 2-3 жылдыққа қанша ақша алады? Және бұл ақшалар орынды жұмсалған ба? Қай бағыттарда, қай балаға қанша ақша барады? Және бұл қысқарайын деп жатыр ма? Осыны бір ашық сұрағым келеді сізден. Неге бұл шын мәнінде дау тудырады? Мен енді 2023 жылы зияткерлік мектептерге байланысты бірнеше сұхбат бердім. Сонымен қатар зияткерлік мектептердің балаларының ыстық тамағы ата-аналардың келісімінсіз алып тасталған кезде мемлекеттен бөлінген қаражаттың қомақты болуына байланысты негізсіз деп осы мәселелерді көтердім және оның шешілуіне тікелей атсалыстым. Қалай шешілді? Алып тастаған мысалы тек қана таңғы асын қалдырған, түскі ас және түстен кейінгі асын алып тастаған. Ал ол балалар толық күн тәртібінде жұмыс жасайтын мектепте оқиды. Сәйкесінше осы тамақты алып тастауға денсаулық сақтау министрлігінің немесе тағы да басқа сарапшылардың қандай шешімі бар деп сұраған кезде, әрине заңсыз болғандықтан олар сол ақшаны қайтарып алып келді. Яғни ол ақша болды. Мен сіздің сұрағыңыздың түп-төркінін жақсы түсініп отырмын. Менің сол бірнеше сұхбаттарымнан кейін олардың басқармасының басшылығы ауысты. Қазіргі таңда жаңа басшысы келді. Жаңа басшысы Жаңғозин Ануар Қанатұлы басқарма төрағасы болып келді. Мен жалпы Ануар Қанатұлына үмітім зор. Бүгінгі таңда Ануар Қанатұлы өзі парламентке келіп, біз заңнамалық 2 пакет дайындадық өзгерістердің. Сол пакет өзгерістер күшіне енді. Сол кезде де келіп бізбен стратегиялық өзінің бағыттарын талқылады. Сондықтан да бір нәрсе айтқым келеді. Менің бүгінгі таңдағы бұл мектептерге артатын сенімім, үмітім зор. Яғни бұл мектептер қалуы қажет. Инновациялық дарынды балалардың оқытатын, таңдап алып оқытатын мектеп ретінде қалуы қажет. Бірақ Ануар Қанатұлына да айтқан, сонымен қатар басқарма мүшелеріне айтқан ұсыныстарымды мен сіздің алдыңызда да қайталап өткім келеді. Біріншіден, бұл қаражат барлық қазақстандықтардың салғынан бөлінетін республикалық бюджеттің қаражаты, қазір ретімен келеміз. Сондықтан да менің ойымша бүгінгі таңдағы балаларды
таңдау, яғни балалардың конкурстық іріктеуін өзгерту қажет. Қазіргі таңда зияткерлік мектепке оқуға түскісі келетін адам, ол бірнеше жыл, мысалы 1 жыл, 2 жыл көлемінде репетиторлық орталықтарға барып, қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі және математика, сонымен қатар логикаға дайындалады. Яғни кімнің қаражаты бар, кім репетиторлық орталықтарда дайындалды, сол балалар ғана түсе алады. Бұл дұрыс емес, бұл негізінде дұрыс емес. Біз бүкіл 20 миллион азаматтың қаражатынан осы мектепті ашып қойғандықтан, бұл мектепке 20 миллион азаматтың, оның ішінде 6 миллион баланың шын айтқанда оқуға түсуге хақы бар. Сондықтан менің ойымша зияткерлік мектептер қазір іріктеу конкурстарына өзгеріс енгізіп, олар ауыл аймақты, өңірлерді аралап жүріп, шалғайдағы аудандардағы, ең алыстағы ауылдағы балалардың біліміне байланысты квота ашу қажет. Бұл бір. Екінші, әлеуметтік аз қамсыздандырылған отбасылар. Қазіргі таңда зияткерлік мектепті оқуды тәмамдап шетелге кеткен балалар өте көп. Біз өзіміздің қаражатымызға шетелге кадрлық резерв дайындауды тоқтатуымыз қажет. Өзіміздің қаражатымызға, өзіміздің экономикамызға еңбек ететін балалар келу керек. Сондықтан ауылдағы бала және әлеуметтік жағдайы мүшкіл осал топтың балаларына арнайы квота қарастырылу керек. Бізге айтты, ол балалар оқып кету қиын болады. Ол балалардың бұл программаны игеріп кету қиын болады. Менің ойымша ізденсе, мүмкіндік жасаса, бүкіл қазақтың балалары дарынды. Сондықтан да ол программаны алып кететін, кейін осы қазақтың дамуына үлес қосатын, экономиканы креативті индустрияға дамытатын азаматтар осы мектептерде тәрбиелену керек. Сондықтан біз ең басынан оны селективті бөліп алмай, арнайы жаңағыдай бүкіл балаларға тең мүмкіндік негізінде ауылды, шалғайдағы ауданды аралай жүріп, көп балалы отбасылардан, әлеуметтік аз қамсыздандырылған отбасылардан, ауылдың балаларынан арнайы квота жасақтап, сол балалардың оқуына, сол балалардың мектепті тәмамдауына мүмкіндік жасауымыз қажет. Келесі көңіл аударғым келетіні, оқуға түскеннен кейін 8-ші сыныпта егер бала 3 алса, оны оқудан шығарады. Менің ойымша бұл дұрыс емес. Бұл мәселені басқарма қайтадан қарау керек. Егер ол ең басында оқуға түссе, грантты иеленсе, онда оның 3 рет 3 алуына кім кінәлі? Мектеп кінәлі. Мектеп, значит, бір нәрсесін дұрыс жасамай отыр. Неге ол бала бірінші 2 жыл дайындалады зияткерлік мектепке, оқуға түседі, сосын барады да 2 жылдан кейін 3-тік алдық деп оқудан шығарып жібереді. Бұл жалпы педагогика принципіне қарсы. Екінші, бұл жалпы травма, бұл үлкен стресс. Және үшіншіден, бұл әлеуметтік әділеттілікке қарсы нәрсе. Сондықтан да оқуға түсті ме, сол баланы сүйемелдеп 12-ші мектеп класты бітіргенге дейін сүйемелдесін. Өйткені бұл қаражат мәселесі. Келесі үлкен мәселе, сіз жаңа айтып жатсыз, қаражат қанша. Қаражат енді бұл біраз талқыланып жатыр. Әлеуметтік желілерде бұл кәдімгі балаларға бөлінетін қаражаты бөлек. Сонымен қатар целевой вклад дейді, оларға образовательный осы гранттарына тағы да дамуына бөлек қаражат қарастырылады. Мен бір ғана нәрсе айтқым келеді. 2008 жылы бұл мектептер ашылды. Жалпы 15 жыл жұмыс жасады. 2010 жылдан бастап 2023 жылға дейін бір адам осы мектепті басқарды. Егер сізге сол қаражаты қайда жұмсалды, қалай нақты тиімді қарастырылды, сіз сол кісіні шақырып, өзіңіз соған сұрақтарыңызды қойыңыз. Ал егер мен білетінім бір бөлек, бірақ мен сізге басқа нәрсе айтқым келіп тұр. Қазір жоғары аудиторлық палата тексеріс енгізген екен. Маған түскен ақпарат бойынша бүкіл 20 мектепке тексеріс қарастырылмаған. Ең мықты деген 12 мектепке ғана тексеріс жүргізіліп жатыр. Менің ойымша бұл әділетсіздік. Біз 15 жыл 20 мектепке, сонымен қатар 4 орталықтарына ақша бөліп келдік. Ол ақша сізбен біздің салығымыздан төленген ақша. Сәйкесінше 20 мектептің қайсысы тиімді жұмыс жасады, қайсысы тиімсіз жұмыс жасады, қай ақша қайда кетті, оны жоғары аудиторлық палата жақын күндері береді. 2023-тің 4-ші тоқсанында кірді, 2024 жылдың желтоқсанына дейін тексеріс жүргізіледі. Бірақ менің ойымша тек қана 12 мектеп, және тек қана орталық аппарат емес, орталық аппараты, 4 орталығы, сосын 20 мектебіне түгел жоғары аудиторлық палата тексеру қажет. Оның білім беру бағдарламаларды енгізуде қандай қателігі болды? Немесе қандай жетістігі болды?
балаларды іріктеп алып, оқытып, оқуға түсіруде қандай қателігі, қандай жетістігі болды, жоғары аудиторлық палата өзінің бағасын береді деген ойдамын. Сол кезде ашық айтылады деген ойдамын. Менің ойымша біз 2 пакет дайындадық өзгерістер. Былтырғы жылы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қазіргі таңда жоғары қамқоршылық кеңесінің төрағасы. Сонымен қатар бұл мектептерге қазіргі таңда қоғамдық бақылау механизмдер енгізілетін болды. Бұрынғыдай бұл тек қана заңмен мәртебесі бекітілген жабық организация емес. Қазіргі таңда ашық қоғамдық экспертиза, қоғамдық мониторинг, сәйкесінше қоғамдық тыңдау өткізілетін ашық компания болып танылады. Және үшінші мәселе, Назарбаев зияткерлік мектептер, Назарбаев университеті, Назарбаев қоры өзінің жыл сайынғы кеткен қаражатын өздерінің платформаларында, өздерінің сайттарында толыққанды ашық көрсету туралы міндеттемелер заңмен бекітілді. Сондықтан да менің ойымша бұл сұрақтарға келе жатыр. Ең бастысы бұл белгілі бір дайындықпен репетиторлық орталықтарда ақшасы бар азаматтардың дайындалып келіп шетелге асып кететін сондай механизм болмау керек. Ең шалғайдағы ауылдың баласы осы мектептің толыққанды жаңашылдық программасын бәрін меңгеріп, Қазақстанның экономикасына еңбек ететіндей сапалы еңбек нарығының бір толыққанды мүшесі болуына жағдай жасайтындай мәселе болу керек деп ойлаймын. Қазіргі таңда 500-ден астам дарынды балаларды іріктеп алатын мектептер бар. Бірақ олардың, мысалы, жатақханада тұратын баланың ақшасының құны 3 миллион зияткерлік мектептің. Ал білім инновация лицей мектептерінің балаларының бір баласының құны 490 мың теңге. Сіз айырмашылықты көріп отырсыз ғой? Бұл тек қана білімге салынған целевой вклад. Ал енді дамуға байланысты мемлекеттен бөлінетін тағы да басқа қаражаттар бар. Соның аясында менің ойымша жоғары аудиторлық палата толыққанды тексерісінен кейін біз анық көзім жеткізетін боламыз. Дамуға қанша? 100 миллиардтан көп бөліне ме жылына? Жылына емес, енді 3-4 жылда бірге бөлінеді. Бірақ енді бұған қатысты менің ойымша жоғары аудиторлық палата өзінің есебін беру керек. Сіз осында шетке кетіп отыр деген пікірмен келісесіз ба? Барлық ақшасы түгел, оны да жаңағы аудиторлық палата тексеру керек па? Менің ойымша қазіргі таңдағы аудиторлық палатаның тексерісі барлық орталықтарын, барлық мектептерін қамтитын болса, кеткен қаражаттың қайда кеткендігі, оның тиімді жұмсалды ма, жалпы адам капиталын дамытуға арналды ма, соған бағытталды ма, мақсатты нысаналы қолданылды ма, соны өздері есебінде береді деп ойлаймын. Атауына қатысты қандай пікіріңіз бар? Қалдыру керек па Назарбаев атауларын? Менің ойымша бұл қоғам шешу қажет. Бірінші президент Назарбаевтың жеке меншік қаражатына салынған емес қой. Бұл жалпы сізбен біз 20 миллион қазақтың қаражатына салынған және жұмыс жасап жатқан білім беру ұйымдары. Сондықтан да азаматтарымыз өзі шешу керек. Осымен қорытындылайтын шығармыз. Назарбаев мектептерге қатысты пікіріңізді білдік. Еңбек даулары туралы айттық. Тұрмыстық зорлық-зомбылық шын мәнінде қазір елдегі негізгі саяси, экономикалық, әлеуметтік мәселелерге тоқталдық деп ойлаймын. Сізде осы жаңа жылда жұмысыңызға тағы да сәттіліктер тілейміз. Заң қабылдау, заң жобаларын әзірлеу жұмысында тек жоғары нәтижелер көрсете беріңіз. Рахмет келгеніңізге. Сізге де рахмет.